Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін Астана қаласындағы Артем базарына келдік. Үйге біраз продукт алу қажет. Неге базар десеңіздер, бұл енді магазинге қарағанда біраз арзандау. Енді бұл жақта көп осындай базарлардан, одан кейін ярмаркалардан продуктын алады. Енді бұл базарда да әдемі қылып қоятын болып сатушылар. Прям көздің жауын алады. Мынау әсіресе сухофруктыларды күштілеп қоятын болыпты. Басында біраз қай жақтан аламыз, қай жерден алайық деп біраз кішкене жүріп қалды, қарапшым. Жақсы екен, мысалы ана жүзімдер енді әртүрлі бағалар 700 теңгеден көрдім. Мынандай малина, клубникалар 2300 ба, где-то сондай ғой деп. Солай деп тұр. Енді бізде соңына қарай қанша теңге кеткенін сіздерге айтам, не алғандарымызды көрсететін боламын. Бір штук арбузды 100 теңгеден деп тұр екен. Көп нәрсе арзандап жатқан сияқты. То есть осындай сезонный фруктылар. И негізі осы базар аралаған, магазин қараған өзіме ұнайды. Білмеймін, демалам ба, сондай бірдеңке өзі. Біз семьямызбен бәріміз шұбырып бардық. Одан кейін андай 400 теңгеге салатын тележка алдық, продуктын салатын. Сосын енді продуктыларды таңдап примерно ұнағандарын алдық. Сіздерде бағалар қалай болып жатыр? Осындай біздегідей Астанадағы базардағыдай ма? Комментарийға бөлісе кетіңіздер. Мына жүзімдер 700 теңгеге дейін күшті арзандапты деп ойлап жатырмын. Одан кейін осы фруктовый отделынан кейін біз балық отделға бардық. Балық алдық, филе алдық. Одан кейін
ар жақтарда түсірген ұмытып кетіппін. Одан кейін анда нелер тұрды, школьный формалар, потом мектепке керекті там дәптер деген сияқты жерлерде бар екен. Одан кейін соңына қарай уже менің үшінші балам ұйықтап қалды, екеуі шаршады. Сонымен неге қарай шаршап қайттық. Қазір енді сіздерге видео саламын. Біз не алғандарымызды. Біз базарда не алдық? Мынандай Темірханға хаггис алдық. Бір упаковка, бұл где-то 8000 ба, 8500 ба, сондай болды. Одан кейін овощи, перец, зелень. Мына жерде небольшой заттар, лақшығыз сабын, туалетная салфетка и порошок. Мына жерде бізде алдын. Мына жерде зелень. Салатный лист, помидор, огурчики. Мына жерде балық алдық, орамыз алдық. Одан кейін мынау так филе сюда. Одан кейін капуста, сынок, реша, сынок. Мына жерде балаларға жүгері, брокколи. Мына жерде бір пакет картошка, тұтамыз пияз. Осы и мына жерде печенькалардың и макарондардың түрі, гречка и сахар. В общем, осының бәрінен бізге где-то 40 мыңға жоқ теңге кетті. Достар. Ал достар, бүгінге осы. Сіздерге енді Астана базарын көрсеттім. Ұнаған шығар, надеюсь, білмеймін. Рахмет, видеоның соңына дейін көріп, уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.